Арыс қаласында жаңа жыл қарсаңында жыл бойы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, әр саладағы үздіктерді ұлықтау игі дәстүрге айналған. Осы дәстүр аясында қалалық мәдениет үйінде еңбек адамын дәріптеуге арналған жыл үздігі 2025 атты салтанатты марапаттау кеші өтті. Салтанатты шарада сан салада табанды еңбек етіп, өз ісінің шебер атанған азаматтар марапат төрінен көрінді. Қала әкімі Қайсар Маңқараев пен қалалық мәслихат төрағасы Қайрат Ахметов жыл қорытындысы бойынша қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосып жүрген мамандарды арнайы аталымдар бойынша қала әкімнің және мәслихаттың дипломдарымен марапаттады. Биылғы жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялап, еңбек адамының қоғамдағы рөлін айқындап берді. Өткені ел даму күнделікті тұрмысының жақсаруы әрбір сала маманының адал еңбегіне тікелей байланысты болып саналады. Биыл қаламыздың диқандары мен шаруаларының тынымсыз еңбегінің арқасында Арыс қаласы облыс бойынша ауыл шаруашылық саласында жалпы өнім көлемін өндіруде озат аудандар қатарынан көрінді. Сонымен қатар дін саласында тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша Арыс қаласының ақпараттық түсіндіру тобы облыс көлемінде үздік атанып, бұл саладағы жүйелі жұмыстың бар екенін көрсетті. Қала жастары да түрлі салада жоғары жетістіктерге қол жеткізіп жүр. Білім мен ғылымда үздік нәтиже көрсеткен арыстық түлектеріміз әлемнің озық университеттерінен шақыртулар алып, туған қаламыздың мерейін үстем етуде. Сонымен қатар жас өнерпаздарымыз халықаралық байқауларда жеңімпаз атанып, еліміздің көк байрағын ақсақтатып жүр. Жайдарманшы жастарымызды республикалық жайдарман ойындарында чемпион атанып, Арыстың атын кеңінен танытуда. Ал қазақтың дәстүрлі термешілік өнерінде арыстық жыршы термешілер республика көлемінде үздік атанып, ұлттық өнеріміздің мәртебесін биіктетіп келеді. Спорт саласында да жетістіктер жетерлік. Елімізде кеңінен танымал бокс спортынан бөлек футбол, волейбол, баскетбол сынды бұқаралық спорт түрлерінен жас спортшыларымыз бен оқушыларымыз республикалық жарыстарда топ жарды. Мұның бәрі киелі Арыс топырағынан әлде талай үздіктер шығатынын айқын дәлел деп санаймын. Осындай толайым табыстар мен жарқын жетістіктердің заңды жалғасы ретінде бүгін қаламыздың дамуына зор үлес қосып жүрген еңбеккерлерімізді түрлі аталымдар бойынша марапатталып отырмыз. Марапатталғандардың қатарында үздік темір жолшы, үздік ауыл шаруашылығы маманы, үздік коммуналдық қызметкер, үздік дәрігер, үздік ұстаз, үздік тәрбиеші, үздік мейірбике, үздік энергетик, сондай-ақ үздік кәсіпкер және үздік демеуші секілді сан салалы номинация иелері бар. Сізді жаңа 2026 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Баршамыз жаңа жылмен бірге ізгі жаңалықтардың келуін күтеміз. Жаңа жыл сіздің барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыстар ала келсін, жетістіктерге толы жыл болсын. Құрметпен Арыс қаласының әкімі Қайсар Маңқараев. Дәл осындай қалалысқатпен Сәдиев Өскен Темірханұлы марапатталады. Осындай мерекелік алғысхатпен Садықова Ақнұр Ақсақтар қызы марапатталады. Сонымен қатар түрлі салада белсенділік танытып жоғары нәтижеге қол жеткізген жастарды назардан тыс қалмай арнайы марапаттарға ие болып көпшілік қошеметіне бөленді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Арыс қаласы әкімінен үздік жас бейбіт өмір батыры номинациясына ие болдым. Қала әкіміне және де жастар ресурстық орталығына үлкен рахмет. Алдағы уақытта Арыс қаласы халқына өрт қауіпсіздігі мәдениетін дамытуға үлес қосамын деп сенемін.
Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл уақытында өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырамын. Шара барысында қоғам игілігі үшін адал еңбек етіп, маңдай тері мен абырой биігінен көрініп жүрген азаматтардың еңбегі әрдайым құрметке лайық екені ерекше атап өтілді. Салтанатты кеш қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары дайындаған мерекелік концерттік бағдарламаға ұласып, қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жұмайым Абызбай, Бақдаулет Чахапов, Арт ТВ жаңалықтары.